Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бүгін сіздермен бөліскім келетіні осы балалардың кіршіксіз, таза бір пәк, сондай бір сезімін, сенімін қорғау керек па, жоқ па деген мәселесі турасында біраз бөліскім келіп отыр. Бүгін маған ұлым айтып қалды: мама, мына аяз ата келетін мереке келе жатыр ғой, Christmas Day. Сол күні аяз ата маған сауға әкеле ма биыл деп сұрады. Біз бұрыннан дәл сол мереке күні алдын ала сол ертесі болатын күні түнде дайындап қоямыз. Сондай мерекелік сауғаларды біз өзіміз әкелеміз, сыртын қораптаймыз, сонымен қойып қоямыз ғой. Ертесінде балам қатты қуанады соны көрген кезде. 1-2 жыл солай істедік. Сонымен енді биыл сөйте ма деген соң, әрине сөйтеді балам, жылда солай болады ғой деп едім. Оған маған сабақтастарым айтты ғой, ол өтірік деді ғой. Әуел алдыңғы жолы біздің мектепке аяз ата келген еді сауға бергелі. Сол кезде бір бала барып оның сақалын жұлып алды ғой деп сөйтті. Сонымен балам, саған жылда солай әкеп берді ғой, білесің ғой десем, иә, маған әкеп берді ғой деп сөйтті. Иә, биыл да әкеп береді деп сөйттім. Енді ол баланың істегені дұрыс емес деген секілді ондай пікір айтпадым. Енді ол сонымен балам қуанды. Онда қанша күн қалды деп соны санады. Одан кейін осы соны ойлаймын да, енді сол бір баланың бір осындай кіршіксіз пәк бір, енді ол мереке мүмкін біздің мереке емес, көп адамдар ойлайтын шығар, біз олай мерекені өткізіп не қыламыз деген секілді. Бірақ мен ойлап көрсем, ол енді бір қандай мереке болсын, көңілділік әкелсе, бізге бір бақыт әкелсе, оны неге өткізбеске? Мысалы, балаларымызға сауға алып беріп, сол арқылы баламыздың бір көңіл күйі жақсы болса, осындай бір кіршіксіз, бір таза көңіл күймен, одан кейін осындай бір жақсы бір сеніммен өссе, ол кейін үлкейгенде мүмкін сол кездерде сенетін шығар, білетін шығар өтірік екен. Бірақ білсе де ол сол кездегі бір сондай әсем бір елес қалды ғой есінде. Ол сөзсіз оның кейінгі кейбір кезіккен бір дұрыс емес істеріне жолыққан кезде де соның көңіл күйінде бір үлкен бір демеу, бір көңілділік болып қалады деп мен сенемін. Енді сол ана өтірік деп айтқан балалар, мысалы сабақтастары, солардың сөзсіз әке-шешелері айтады ғой, ол өтірік, ол айта береді деген секілді. Біз үлкендер өзіміз көп нәрсеге сеніп аламыз да үлкейгеннен кейін. Сонымен ана кішкентай балалардың бір қиялын, бір солардың бір пәк, бір кіршіксіз бір сенімдерін соны өшіріп тастағымыз келеді. Сонда балам менен көп сұрақтар сұрайды. Мама, ол аяз ата қалай кірді, терезеден кірді ма, есіктен кірді ма деп солай көп сұрақтар сұрайды. Сонымен мен айтам, мен де білмедім, балам, біз ұйықтап қалдық қой, ол адамға көрінбей келеді деп солай айтамын. Мен ұйықтамаймын, мен көрем дейді, бірақ ылғи да түннің ортасына барғанда ұйықтап қалады. Сонымен сен ұйықтап қалғанда келеді, ол сен ұйықтамай отырсаң келмейді деп сөйтіп айтам. Сол секілді баланың ол өтірік айту емес, баланың бір жақсы бір пәк көңілін, сондай бір қиялын қорғап беру. Ол сол арқылы көп қиялдайды, көп ойлайды, қалай кіреді екен, қай жерден кіреді екен деп солай ойлайды. Соны біз қорғауымыз керек деп ойлаймын. Әуел енді шетелдерде сол кейбір қарларды басып әкеліп, балаларға бір нақ сондай жағдай болғанын бейнесін келтіріп қояды ғой, үлкен-үлкен аяқтармен қарды басқызып деген секілді. Соның бәрі баланың сондай бір қызығушылығын арттыру ғой. Ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Одан кейін осы тіс перісі туралы. Баламның тісі 6 жасынан бастап түсе бастады ғой. Сол кезде бірінші тіс түскенде ол қатты қорықты. Қорқып кетті, не түс қалды деп. Сонымен балам айттым, балам, саған тіс перісі келгел жатыр екен, саған тісің сол кезде түседі деп. Сонымен ол таңғалып, қалай мама деп сөйтті. Тісіңді жастығыңның астына қойып жата ғой, сонымен тіс перісі келіп, оны теңгеге алмастырып кетеді дедім. Сонымен қиялдап ойлап жатты.
таңертең тұрғанда мен алмастырып қойдық қой әкесі екеуміз бір теңгені тауып алып қуанып кетті. Ол енді бір әдеттегі теңге, әсілі оған бір жақсы мындай сары түсті әдемі теңгелерді қою керек, бірақ ондай дайындық болмаған соң әдеттегі теңгені қоя салдық. Соның өзіне қатты қуанды. Бір жолы 2 тісі түсіп келді. 2 тіске мама енді 2 тіске қанша теңге береді деген соң 2 теңге береді дедім. Сонымен оны да жастығының астына қойып қойды. Біз сол күні бізде 100 теңгеліктен екеу жоқ болып қалды. Түнде сыртқа шығып оны алмастырып әкелдім. Сонымен 2 теңгені қойып қойдық. Таңертең тұрып қатты қуанды. Енді қуанғанда шек жоқ. О да енді баланың бір әзірге дейін оның тісі негізінен түсіп болайын деді ғой. Әзір 7-ге келді, 7 жастан асты. Әзірге дейін сенеді. Тісі түссе апарып қояды. Енді ол айтады маған. Көп балалар бұған мама бұл өтірік деп айтты деп. Ол балалар мүмкін ол балаларға қоймай қалған шығар. О күні тіс берісі кешігіп қалған болуы мүмкін, басқа жаққа кетіп қалған болуы мүмкін балам деп сөйтіп түсіндіріп қоямын. Өте жақсы деп ойлаймын енді оны да. Енді кеше де бір осындай бір шетелде біреудің айтып жатқанын көріп қалдым. Сол айтады, қызының тісі түсіпті екен. Енді бірнеше тісі түсіп болған. Бір жол әуелі әке шешесі барып сол тісін алмастырған кезінде көріп қойған екен. Көріп қойса да енді содан кейінгі бір тісі түсіп деген сол тісін тазалап, жуып, әдемілеп, оны қағазға әдемілеп орап, жастығының астына қойыпты. Сонымен оны жастығының астына қоймай бір орамалға орапты да ұстап жатыпты. Сонымен мамасы, балам енді ұйықтасаңшы десе, жоқ мен тосып жатам, мен сөзсіз бүгін тіс берсін көрем деп сөйтіп ұстап жатыпты. Жарайды деп әке шешесі түнімен тосыпты. Ұйқылары кеп, қайта келіп есігіне қараса ұйықтамайды дейді. Әйтеу бір уақытта ұйықтап қапты. Сонымен екеуі кіріп, енді алайық десе, оны басына жастап жатып апты. Тағы мықтап ұстап апты. Әке шешесі екеуі әрең баласының басын көтеріп тұрып, оны әрең алып, алмастырып солай қойыпты. Енді соның өзі мысалы айтады да, қызым енді көріп қойған алдында дейді. Бірақ көріп қойса да соған сеніп тұр дейді. Соны қараңызшы, сонда бала қандай кіршіксіз, пәк сезім. Сіз бір рет өтірік деп айтсаңыз, ол сенбейді, ол сөзсіз шын деп ойлайды. Сіз сөзсіз оған көп рет бұл өтірік деп айтып болғасыз. Сонымен оның да бір көңілділік сезімін, болмаса бір сондай бір жақсы бір қиялын сіз өшіріп тастадыңыз деген сөз. Ондай істеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Балаға біз кішкентай кезінде ойбай аю келе жатыр, қасқыр келе жатыр деп қорқытамыз ғой, өтірік. Олай қорқытудың орнына қайта осындай бір жақсы бір жақсылыққа қарай жетектейтін осындай қиялдарына біз қанат бітіріп берсек болады деп ойлаймын. Енді бұл бәрі өз ойым. Келіссеңіздер, келісерсіздер, келіспесеңіздер естіңіздер. Менше осы дұрыс деп ойлаймын. Баламыздың кіршіксіз, пәк, таза көңіл күйін әйтеу ол көңілді болса, бақытты сезімге ие болса болды деп ойлаймын. Сіздерге рахмет.